Can we be friends? Can we be friends? Сәлем барлықтарына, мен каналыма қош келдіңдер. Және де мен каналымда ұзақ уақыт видео болмаған үшін сендерден кешірім сұраймын. Мен бұл фразаны каждый видео сайын айтатын шығармын, себебі каналымда көп видео болмайды. Егер де менің өмірімнен сондай ақпараттар алып менімен бірге болғанын келсе, мен инстаграмға тіркеліп кетіңдер. Сілтемесі описанияда болады. Сол жақта ютубтан көрі көп боламын. Так, егер де саған көп ақша берем, сен только блогерлығыңды тастайсың десе, не істейсің, тек шындығыңды айт дейді. Мен все равно блогер бола беретін едім, себебі маған ақша беретін болса, мен блогерлік ұстап кетсем, ол ақша бітіп қалады. Ал мен блогер болатын болсам, сол блогер бола жүріп, сол блогерліктен ақша тауып, бәрі қарата сөйтіп өмір сүремін. Түсіндіре алдым деген ойдамын. Көзге көрінбейтін адам болсаң, не істейсің дейді. Әсем Шаттыкова. Білмеймін, қате оқып жатсам, кешірім сұраймын. Егер де мен көзге көрінбейтін адам болсам, онда каждый адамның телефонын алып алып, менің каналыма подписаться етемін. Достар, видеоны әрі қарата жалғастырмас бұрын сендерге емес Ақерке дейтін каналды ұсынбақшымын. Бұл каналдан сендер менің сөмкемде не бар, менің туылған күніме берілген сыйлықтар, пранк, әртүрлі влогтар, кукингтер, анау немесе мынау деген сияқты қызықты видеоларды көре аласыңдар. Сол себептен де каналына кіріп, тіркеліп кеттіңіздер. Сендерге ұнайды, сілтеме описанияда. 9-дан кейін кеткен жақсы ма, или 11? Қандай мамандық жақсы деп ойлайсың қызға дейді. Берді Мұсаева дейтін қыз қойып жатыр. Менің ойымша 11-ден кеткен дұрыс, бірақ та әркімнің өз таңдауы бар, әркімге әр қалай, яғни біреуге 9-дан кеткен жақсы болса, біреуге 11-ден. Мен өзім 11-ші сыныпқа қалып жатырмын. Және де қыз баласына қандай мамандық жақсы деген ол тоже сондай, яғни әркімнің өзінің әр қалай икемі болады, яғни қандай мамандыққа жақсысың, сондай мамандыққа түс. 2003 жылғысың, Ваня, ұқсамайсың, 2005-тің қызы сияқтысың дейді. Мен негізінде 2005 жылғымын, мен сендерде оны осы уақытқа дейін жасырып келген болатынмын. Мен 2003 жылғы емеспін. Амалбектің сұрағы 90-тыққа 3-ке шығып, таяқ жегенін болды ма дейді. Жоқ, мен 90-тыққа 3-ке шығып көрген жоқпын, сол себептен де 3-ке шығып таяқ жеп көрген жоқпын. Сенде видео түсіріп атқанда, видеоны бүлдіріп алған кездерің болды ма дейді. Я, ондай кездер болады. Ешіле қаласаңыздар, осы видеоның соңында мен сәтсіз кадрларды салайын. Ондай сәтсіз кадрлар каждый видеоблогерде, каждый видеосында болады. Яғни, видео түсіріп атқан кезде, бүлдіріп алған кездер. Қанша жасында үйленесің дейді Ханская 99. Қыздар үйленбейді, тұрмысқа шығады. Өткеніңе өкінген кезің болды ма дейді. Я, ондай кездер болады, бірақ та өткенге өкінуге болмайды дейді. Қалаулым көресің бе дейді Мейір дейтін бірақша. Я, арасында көремін қалаулым, ондай өтірік болатса да, бірақ қызықты, яғни көңіліңді көтеруге, көруге болады. Ұнатпайтын адамға ұнау үшін, ұнататын адамға ұнамау үшін өзгерген кезің болды ма дейді Асқар Камила. Я, ондай кездер болған. Ағылшынша музыкалар тыңдайсың ба дейді. Жоқ, мен ағылшынша музыкаларды қазір тыңдап жүрген жоқпын. Тыңдайтындарым көбіне қазақша және де орысша. Бұрынырақ қазақша музыка мүлдем тыңдамайтын, тек ағылшынша, орысша музыка тыңдайтын. Ал қазір керісінше болып кетті, білмеймін ол бірақ не нәрсеге байланысты екен. Бақыт дегенді қалай түсінесің? Бақыт дегенді мен жақын адамдармен қуанышты сәтті өткізу деп түсінемін. Сен адамнан басқа не нәрсеге айналғың келеді дейді. Диляра дейтін қыз. Адамнан басқа керемет тіршілік иесі жоқ деп ойлаймын. Дегенмен де маған сондай таңдау болатын болса, мен мысық болар едім, себебі мысық тамақ ішіп алып ұйықтап жата береді. Мен сондай тіршілік иесі болсам деймін. Гүлнафистің сұрағы, сенде осындай болды ма дейді. Бір күннің қайтадан қайталанған сияқты. Менде ондай болған жоқ, яғни бір күнім екінші қайтара болып атқан сияқты емес. Мынадай болды, яғни бір сәт екінші қайтара болып атқан сияқты. Байқадым, ондай сәттер көп адамдарда болады. Вот сондай сәттер менде болды. Осымен достар, мен бүгінгі видеом аяғына жетті. Сендерге бұл видеоны аса лайк қойып, мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сендерден көп. Егер де саған көп ақша берем, сен егер де саған қандай мамандық деген, ол тоже сондай 9-дан кеткен жақсы, ой, прекрасно. Көп видео болмайды.
Бақыт деген ол Еркеназдың каналында жаңа видео шыққан кез.